Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бұл сабақта сен әдеби шығармалардың жанрлық ерекшеліктерін үйренесің. Оқылған мәтіндерге негізделген сұрақтар қою және жауап беру арқылы түсінігіңді тереңдетесің. Дайын болсаңыздар, жаңа сабағымыздың тақырыбын ребус шешу арқылы табайық. Ребусымыздың шешімі абай. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 67-ші сабақ қазақтың бас ақыны Мұхтар Әуезов бала абай деп аталады. Бірінші тапсырма, түсініп оқы. Берілген үлгі бойынша жауап бер. Қазақтың бас ақыны абай. Шын аты Ибрахим Құнанбаев. Одан асқан біз білетін ақын болған жоқ. Сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек. Ұнамды, орынды болуына шыншылдық керек. Мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайды осы үшеуі болған. Бұны Ахмет Байтұрсынұлы жазыпты. Көріп тұрғандарыңыздай астында екі кесте берілген. Бұрыннан білемін, жаңа мәлімет. Біз бұрыннан білетініміз шын аты Ибрахим екені. 1845 жылы Семей өңірінде дүниеге келген білеміз. Оның 45 қара сөзі бар екен білеміз. Ал жаңа мәлімет Абай атамызда осы аталған 3 қасиеттің болғаны. Екінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Бала Абай. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Бойы өскен, қол-аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі, одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай. Мұның әжесі бір түрлі әңгімеші екен. Қызық сөйлейді. Әңгімесін дамдығып қызықтырып айтады. Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, болдыр-болдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен, деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда, әжесінің тізесінен ақырын қағып, болдыр-болдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап айтпай қойса, шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді. Және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Авторы Мұхтар Әуезов. Үшінші тапсырма, түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Мұхтар Әуезов қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында туған. Балаларға арнап Көксерек және тағы да басқа шығармалар жазған. Мұхтар Әуезов Абай туралы Абай жолы роман эпопеясын жазған. Онда Абайдың бүкіл өмір жолы, балалық ересек шағы, шығармашылығы, сол кездегі қазақтың тұрмысы баяндалған. Мұхтар Әуезов Абай туралы қазақ халқына халықтығын жоғалтпайтын өшпес белгі орнатты деп жазды. Төртінші тапсырма. Абайдың аналарының аттарын тауып жаз. Абайдың әжесінің аты Зере, ал шешесінің аты Ұлжан екен. Бесінші тапсырма. Суретке зер сал, сұраққа жауап беріп тапсырманы орында. Суретте кімдер бейнеленген деп ойлайсың? Суретте Зере әжесі мен бала Абай бейнеленген. Мәтінге сүйеніп, әжесі мен Абай арасында диалог құрастыр. Әже, маған ертегі айтып бересіз бе? Болдыр-болдыр күн өткен. Әже, көп әңгіме ертегі білу үшін не істеу керек? Көп оқып білімді болу керек. Сөзі сәйкес, сөз дұрыс тауып сәйкестендір. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма. Мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап беріп, сөз жұмбақты шеш. Мәтін қалай аталады? Мәтін бала Абай деп аталады. Абайдың жасы 13-ке толған еді. Бұл жерде бала сөзі Абай сөзінің тіркесі.
Үшінші сұрақ. Абайдың әжесі әңгімесін қалай бастап еді? Абайдың әжесі әңгімені тақпақтап бастап еді. Абай қайдан көп шықпайтын болды? Абай үйден көп шықпайтын болыпты. Бесінші сұрақ. Абайға әңгімені кім көп айтушы еді? Абайға әңгімені әжесі көп айтушы еді. Биыл әсіресе Абайдың бойы өскен жылы. Абайдың шешесінің есімі кім? Абайдың шешесінің есімі Ұлжан. Абай әжесінің әңгімесін қалай тыңдайтын? Абай әжесінің әңгімесін ынтыға тыңдайтын. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағымызға кері байланыс берсеңіздер. Сабақ барысында көңіл күйің қандай болды? Неліктен? Бүгін сабақта не білдің? Сен үшін не жаңалық болды? Сабаққа қатысуыңды қалай бағалайсың? Сабақта қандай қиындықтар туындады? Сабақ аяқталғандағы көңіл күйің қандай? Неліктен? Сау болыңыздар.